үйленгім келеді. Бірақ шариғаттан үйленейін десем, анам қарсы. Шариғат үйленейін десем, анам қарсы дейді. Той жасаймын дейді, тағы басқа нәрселер. Аналық рұқсатын күтуім керек ба? Не істеуге болады? Қалай дұрыс ол кісіге түсіндірем, түсінгендей болады. Ал үйленгенге келгенде өзгеріп шығады. Яғни анасын да ризалығын іздейді, шариғатқа қарсы да істемеуге әрекет қылады. Сабыр етеді, иншалла. Екеуін жинап әрекет қылады. Яғни адам кейбір уақыттарда соған мәжбүр болып қалады. Бір елде сөз бар, айтады, ет пісірген уақытында сондай қылып пісір, етте күймесін, темірде. Олай мүмкін бола ма, болмай ма? Бірақ сен мәжбүрсің соған, істеу керек. Етте күйіп кетпесін, анау не дейді, ана пісіретін? Ет салатын мангал. Сол да күймесін. Бірақ ет пісу керек.